Сөйлеудің күнделікті өмірдегі мәні мен қажеттілігі. Біз күнделікті өмірде не істейміз? Бір-бірімізбен әңгімелесеміз, бір нәрсені сұраймыз, немесе оған жауап береміз. Достарымызбен ойнаймыз, сабақ айтамыз, інілерімізге жақсы кеңес береміз. Күнделікті өмірде болып жатқан оқиғалар мен хабарларды сөйлеу арқылы жеткізіп отырамыз. Ау Айдос, сен неге көңілсіз келе жатырсың? Мен сені қазір көңілдендірейін. Қойшы, Қуаныш. Менің күлуге де, сөйлеуге де зауқым жоқ. Тілім ауырып келе жатырмын. Тіліме теріскен шығыпты. Оу, сөйлеудің тілге қандай қатысы бар? Қызық екенсің. Тіл болмаса, қалай сөйлей аламыз? Тіл, сөйлеудің басты құралы екенін есіңде сақта. Сонымен, Айдос пен Қуаныш бір-бірімен өзара сөйлеу арқылы қарым-қатынас жасады. Ендеше, сөйлеу біреумен әңгімелескенде, сұрақ жауап алғанда, ауызша хабарлағанда жүзеге асады. Сөйлеу арқылы өз ойымызды өзгеге жеткізе аламыз.